Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер және менің YouTube қолданушыларым. Бүгінгі салып отқан сіздерге видео бұл мұғалімдерге арналады. Бұл жерде күнделік кезетке формативті бағаны қалай қою керектігін көрсетемін сұрауларыңыз бойынша. Бұл жерде кәдімгі журналдарды басып, күнтізбелік жоспарлауға барып, күнделік кезет толтырып жүргендей кіреміз. Яғни таңдаймыз, қай классқа қойғымыз келеді, формативтік бағаны, пәнімізді таңдаймыз. Яғни мен тарихтан беретін болғандықтан тарихты таңдадым. 1-90. Міне мына жерде пән журналын басамыз. Міне күтейік кішкене. Жақсы. Міне 1-90 ашылды. Біз қай күнге формативтік баға қойғымыз келеді. Мысалы 19 қазан. Журнал толып тұр, күнделік кезет, бірақ бізге формативтік баға қою керек. Мінекей, осындай бет ашылды. Мына жерде біз толтырдық сипаттамасы сабақтағы жұмыстың, яғни қашықтықтан сабақ. Бұған мына жерде төбесінде жұмысты қосу деген батырмасын басамыз. Жұмысты қосу дейміз да. Мына жерде ашамыз, жұмыс типі деген тұр. Осы жерде формативті баға дегенді таңдап аламыз. Формативті баға дегенді аламыз. Мен қазір өтіп кетіп жатырмын. Формативті баға. Қазір кішкене шыдамдылық керек. Формативті баға міне. Басамыз. Жасау дегенді басамыз. Мінекей. Көрдіңіздер ме? Қашықтық сабақ, формативтік баға қойылды. Міне формативтік бағаға бізге бағана қосылды. Міне осылайша қоя береміз. Оқушылардың алған бағаларын осы жерге қойып шығамыз. Барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Осылай ары қарай жалғастыра береміз. Ең бастысы интернет желісі ұстап тұрса болғаны. Міне, осылай формативтік бағаны қоямыз. Енді жұмысымыз сақталды. Қайтадан суммативтік бағаға барып, не жасаймыз, қазір көрсетеміз толық. Міне мен жартылай ғана оқушыларға қойдым. Мен сіздерге барлық оқушыны көрсетіп отырмас үшін. Міне 19 число формативтік баға бағанасы сол күнге бөлініп түсті. Міне сөйтіп, одан кейін мына жерде бір әріптестеріміз айтып отыр, БЖБ, ТЖБ балы қойылмайды деп. Ол жерде жаңағы тек жиынтық бағалауды қойып, мына жерде БЖБ-ны қосу деген бар. Бірінші БЖБ-ны қосу деп басып, сосын БЖБ-ны қоямыз да, одан кейін барып ТЖБ-ны қосу деген бар. ТЖБ қосылады. Міне көрдіңіздер ме? Осы жерге максималды балдарыңызды жазып, міне ары қарай қоя берсеңіздер болады балалардың бағасын. Осылай, құрметті әріптестер, сіздерге түсінікті қылып айттым деп ойлаймын, көрсете білдім деп ойлаймын. Видео ұнап жатса, тек қана көріп қана қоймай, лайк басып отырыңыздар. Сіздерге рахмет. Сау болыңыздар.